Ақшам шерефлеріңіз қайырлы олсын. Эфирде заман бүгін январь айының 19-сы ве Қырым ишғалінің 1057 күнідір. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдыки эфирімізде бөле хаберлер. Русия тарафындан ишғал етілген Қырым шубесіз Украина теркебіне қайтарылacak. Бөле фікірні Украина президенті Давостаки халқара иқтисадият форумында сеслендірді. Петро Порошенко да евел Авропа бірлігі тарафындан Украинаға визасыз режимнің бермесіні Қырым ве Донбассының барышы қайдаровының муим элементі оларақ адландырды. Мен асылда шубиленмейм, чүнки бу Украина территориясы, анда Украина ватандашлары яшай. Бу халкара канунларының бозулуы, ләкин біз женг истемеміз. Әршені дипломатик севеде чесмеге истейміз. Эки күневелсі Русия тарафындан дискриминация ве терроризм бойынша халкара бірлешкен миллетлер тешкілятының махкемесіне невбетеки эки шикаят yollanıldı. Русияге қаршы санкциялар Қырымның ишғали үшін көрсетілді. Бұны Америка Қошма Штатларының президенті Барак Обама өзінің соңки матбуат конференциясында білдірді. Санкциялар тек Русия Украина ишлеріне кірішімекні тоқтатса, ләғу етілі біле. Еріндан башлап Америка Қошма Штатларының президенті вазифесінде Дональд Трамп кірішечек. Русияге қаршы санкциялар Украина территориясында япқан әрекеттері үшін көрсетілді. Бұйық мемлекетлер өз сыңырларынан шығып, кішік мемлекетлерінің ішлеріне кірішіп, қорқызмасына ел бермемек керек. Америка Қошма Штатлары темел принциплер бозулмамасы йөнелішінде тұрacak. Донбассны қайтармақ үшін вақтынча Қырымны Русияге тәслім етмелі деген фікірні сеслендірген Надежда Савченко журналистлерге өз сөзлеріні аңлатмаға тырышты. Төневін Украина Юқары Шурасының Хавсызлық ве Мудафа комитеті парламентке оны комитеттен чықарып ташламақ керек деген теклифні йоллады. Там қарарны парламент қабыл етмелі. Крым сдалы. Шымда кеметте олғанлар Қырымна 2014 сенесі теслим еттілер. Олар татлы ишандырулар япып мені тенхіт етмеге тырышалар. Оларының ишандырулары амелге кечірілмейжегіні білдірдім. 2014 сенесі де олар 2 hafta девамында женкіні тоқтатмаға ишандырған еділер. Шымды де сіздерге бежерілмейжек ишандырулар берелер. Мен Украинаны севем, мен Украина бұтынлігіне қол тұтам, Рус дүниясына дегіл. Дестек үшін жаза. Январының 23-інде Бақчысарай район махкемесі Осман Беляловға низбеттен башланған мемури ішіні бақажақ екен. Бұны ұғық қорчалайчылар білдіре. Белялов Бақчысарайда мұсылманлар евлерінде күтлеви тіндеулер отырелген вақыт дестек көстермеге шыққанларындан бірідір. Ишғалжелер оны нақлие ве сакинлер юрышне мания еткенінде қабатлайлар. Оны Бақшысарайдаки салачы қавеханесі оғыны чықып, тинтувлерге оғырағанларға дестек көстергені үшін жезалайлар. Бұ апансыздан олған топлашудыр, оны кімсе тешкіл етмеді. Бұ топлашув кечірілген тинтувге жевап оларақ пейда олып, барышық шекілді кечті. Араба, жемат нақлиесі ве елжылар юрушыны бұ топлашув ичбір кедер етмеді. Энвер Мамутовның ақлары бозыла. Бұақта адвокат Эмиль Курбидинов Мамутов тұтылған рухи хастаханесіні зерет еткен сон білдірді. Адвокат веш шекленгенінен олған субеті девамында башқа шақысларда бұлынайды. Бұ есе Мамутовның ақларыны боза. Ишғал етілген Қырымда бойле кебе қанунсызлықлар Хизбут Тахрир ішінде ялныз дегіл. Я считаю, что это также нарушение права. Об этом... Менімже бұ да ақларының бозылығы. Бұ ақта Эвел Эдем Семедляев білдірген еді. Оны Эмир Усин Кукуға бермегенлер. Ал азырда мен Энвер Мамутовның рухи хастаханеде тұтылығы бойынша тешкерувлер кечірілмесі ве оның адвокаты еле Курушевы гизли шекелде кечірілмесі үшін шекет йолладым. Хизбут Тахрир іші бойынша апысты тұтылған Ялталы Рифат Алимов Кения ярамаған. Бұ ақта сезоны зерет еткен адвокат Эмиль Курбидинов білдірді. Мабюсының бүрек хасталығы бар екен, ләкин екемлер керекли ярдым көстерме екенлер. Рифату Алимову очень плохо.
Алимовта екі кере бюрек приступы олған. Екім келіп тек ағыр алыжы иляч берген. Ләкин бұл проблеманы чезмей. Тек бір қач вақытқа қадар ағыр кече амасон кенеде пейда олып приступлар башлай. Ағыр олғаны үшін Рифат Алимов зорнен юре екен. Оның аяқлары шишкен, бюреклері ағыра. Кереклі ярдым көстерілмей. Оның сағлығы ве яшайышы хафлы алды. Болят почки и так далее, он очень, Ишғал етілген Қырымның махкемесі Ақтемчигознын дава ішінде мадди делелеріні көзден кечірмеге девам ете. 66-й махкеме отырышында видео малюматлары бақылды. Ләкин олар невбеттіки керек қабат тарафыны дестек еткен шахыслар тарафындан берілген изатларының доғры олмағаныны избатладылар. Бұл ақта адвокат Николай Полозов білдіре. Мejlis рейс муавина Ақтемчигоз 2014 сенесі февраль 26 күні кечірілген митингте Кутлеви низамсыздылықларының тешкілячысы олғанында қабатлана. На представленных видеозаписях мы видим... Тақдим етілген видеода көрінеки ички азбарның сақ тарафында. Чигоз болынған ерде әршей сакин. Инсанлар тынш сөріп бірді-бір қанунсыз әрекетлер япмайлар. Азбарның сол тарафында есе айны вақытта тахминен саат 11:30-та ве саат 12-де ополченецлер тізілді. Бунин беребер видеода сықынтының башланмасы көріне. Оны есе народное ополчение, Аксенов ве казачество темсилжилері башлайлар. Члены народного ополчения, Аксенов. Ахяр сакинлері әндірімнен яда бедава или ачалмақ үшін бір қач күн невбетлерде тұралар. Базы сакинлер бір қач айдан берлі зарур олған илячыларыны алып олмағанларына шекейет етелер. Бедава или ачалмақ үшін хасталар башта екімге барып рецепт алмақ кереклер. Бұл рецептнің күчу тек 3 күн девамында бардыр. Хаста керекли илячыны алып етіштірмесе, яны рецепт алмақ үшін Кенеде екімге бармаға мечбур. Сон Кенеде апханелерде невбет. Базы инсанларының сабыры етмейіп, апханелерінің қапу ве пенжере жамларыны қыралар. Ноябрьдің 25-ден берлі илячылар апханеде жоқ. Евел елінің сонында олажақ деселер шымды елінің башында олажақ деп ишандырулар япалар. Евде 99 яшында олған анам ята. Мен мұнда бұтын күн девамында тұрып оламайым. Евде илячыларым жоқ. Не пажам, шымды кетерім, сон сатын алмаға мечбур олажам. Оледе бір айдан берлі илячыларыны оспарама сатын алам. Инкермандан мұнда келмесі қолайсыздыр. Евел Украина вақтында ешбір проблемсіз инкермандан ала едім. Хастаханеге келгенімнен екім озу маңа керекли илячыларыны бере еді. Шымды мені районнан чешіт көшелеріне йоллайлар, ләкин ебір алып оламайым. Түневін Ахмеджетке барып оспарама сатын алмаға мечбур олдым. 2000 рублей масраф еттім. Девлет мана бедава берме керек олған илячыларыны бермей. Насыл бұны аңлатмақ мүмкін, білмейм. Бір кіші сабадан невбетте тұрайды. Невбетті келгенде она керек олған илячылар олмаған айттылар. О нерваланып есе қапу жамыны қырды. Қырым сакинлері бақымсыз yollardan азап чекелер. Қырым yollarının acınıqlı vaziyeti аққында çoxtan айталар. Şimdi бірінші зиянлар ве қазалар башланды. Keyfiyetsiz yol tamirlenmesinin kurbanı Ahmejit Sakini oldu. Onun arabası Livnyovkaға түшкен. На улице Буденного Мерседес провалился в эти ямы. Проспект Победы. Победа жаддесі илекеті Буденова соқағына бұрылайды. Менің оғымды кеткен екі араба кечіп олды. Менің арабамның көпчегі Ливневка үстіне шыққан вақыт о бірден ертүбіне кетті. Оқ бампері патлады. Сигорта шіркетіне мұражат етіп, махкемеге бережеміз. Арабам яңыды. Мұнда ер вақт ойлы, не қадар тамирлеселер біле, вазиет денішмей. Мен 3 күн евел анау чұқырға түштім, ама қысмет олды ки көпчегім чұқырда қалмады, чықып олдым. Білгеніме көре бұл чұқырға 20-ден зияде раба түшкен. Евел ел яқшы жайды. Мұнда не айтажағымны да білмейм. Не вақыт тамирленежегіні білмеге істесеңіз, шымды вазифе берілді, бірқач күнден тамирлерік. Хырсызланған яда запт етілген топрақларда дуалар оқыламы?
Умма Украина мусульманларының дини идаре муфтисі Саид Исмагиловның айтқанына көре, ислам алимлерінің фікірінше сайыптен зораки алынған топрақ қырсызланған оларақ сайла. Қайдеткеніне көре, бойле топрақларда оқылған дуалар ве ақиқи сайыбның мүлкиетіні танылмағаны, günahlı яда керчек олмаған кеби сайла. По этому поводу. Не одни считают, что молиться... Базыларның фікірінше күчнен запт етілген топрақларда оның ақиқи сайбы олған ерде, ве қанун бойынша бұл топрақ бірісіне айыт олса да, дуа ве ибадетлерін қабыл етілі. Егер инсан күчнен запт етілген қырсызланған топрақта ибадет етсе, ве оның сайбының танымаса, ибадетлері günah сайла ве қабыл етілмей. Топрақ сайбы олған Украина девлеті ве бұл топрақта жами құрған мұсылман жеметі арасында анлашма түзілі. Ишғал етілген Қырымда ядадан баста бірісі оның керчек сайбыны біліп, ибадет етсе, ибадетлері қабыл етілі. Керчек сайбы есе Украина девлеті ола. Санкт-Петербургтаки Невск жаддесінде Қырым татарларға қол тұтып пикетлері кечті. Стратегия 18 акция фалетчілері түневін Кения әр айлық акцияны кечірділер. Бұл акция әр айының 18-ші күнінде өткерілі. Акция иштиракчыларының сөзлеріне көре, Қырымда 2014 сенесінден берлі ишғалжы акимет тарафындан кечірілген сиясет Қырым татарларға низбеттен Сталин диктатурасының жинайетлеріні девам еті. 170 инсан әләк олды, 700 яраланды, 400 есе ғайып олды. Киевде қара январының адиселеріні, яғни Азербайджан милетінің тарихындaki фажиалы күніні андылар. Советлер акиметі 1990 сенесі январының 20-сіне гечесінде Cumhuriyetте незаретні сақланмасы үшін Бакуға орды бөліклеріні кірсеткен. Танкылар, араба ве инсанлар үстінден кечейді. Аскерлер есе сакенлерге қаршы атеш ачтылар. Азербайджанда бұл фажаны мұстақиллігі ве девлетінің территориал бүтінлігі үшін көрешінде мұйым заманы олара қадlandырдылар. Бүгін азатлық арзусы ве қабатсыз құрбан олғанлары Cumhuriyetні Украинанен бағландылар. Бүгін Киевде о вақайларға бағышланған тедбірде бұл ақта музакерелер кечірілді. Бірлік режимі Горбачев елбасшылығында Азербайджан халқының сербеслігіні бастырмаға істеді. Бұнымен олар Кремльге қаршы башларыны көтерселер, не олачағыны көстермеге істеділер. Украина сізге қол тұта ве сіздің ағыртысыны менімсей. Чүнки біз бүгін истилячинен женклешеміз. Бинлер қараманымыз топрағымызны қорчалап, әляк олды. Кремль ордуларından башлап Путин ялжыларына қадар. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. АТРден айрылмаңыз. Көрішмек үзре.